Әйел адам масштабқа шығу үшін өз фитрасынан ауытқымау керек деп айтып жатады. Соның ішінде фитра деген не, потенциалымызды қалай ашамыз, масштабқа қалай шығамыз. Бүгін бізде қонақта психолог, психосоматолог, потенциал ашу бойынша коуч, импульс форумының спикері Гулиза Салимбай. Ханым, қош келдіңіз. Рахмет көп-көп. Бүгінгі подкастымызда шақыртуымызды қабыл алғаныңызға көп-көп рахмет. Бүгін сізбен жалпы осы фитра тақырыбында, потенциал тақырыбында, масштабқа шығу тақырыбында әңгіме қозғасақ деген ниеттеміз. Иншалла баршаларыңызға осы білімдер қайырлы болсын. Жалпы айтып жатады ғой, әйел адамның фитрасы, өзіңнің фитраңда бол, егер потенциалыңды ашқың келсе, масштабқа шыққың келсе, тіпті күйеуіңмен қарым-қатынаста да өзіңнің фитраңда бол деп айтып жатады да. Соның ішінде фитра деген ол не нәрсе? Ассалаумағалейкум баршаға. Бисмилля деп бастайық. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Өте қуаныштымын осы подкастқа келгеніме. Енді именно осы әйелдің фитрасын сөйлесетін болсақ, әйелдің фитрасы дегеніміз бізге Аллах тарапынан берілген табиғи негізгі настройкамыз. Әйелдің табиғи болмысы. Яғни енді бізде кішкене осы ислам шеңберінде деп айтсақ, мен енді қыз келіншектермен көп жұмыс жасағаннан кейін байқалады, әйелдің фитрасы деген дүниені көп адам түсінеді екен. Әйел тек қана үйде отыру керек, бала шағаны 4-5 туып алып, тек қана баланың білімімен, баланың тамағымен, үйдің тіршілігімен ғана айналысу керек. Вот осы әйелдің нағыз табиғи болмысы деп түсінеді екен. Негізінде бұл тек қана әйелдің үйде ғана отыруы, немесе тек қана баламен ғана айналысуы, үйдің шаруасымен шектелуі деген нәрсе жоқ. Өйткені біздің енді мысал ретінде келтірейін, әйелдің фитрасын зерттейтін болсақ, біздің ұлы аналарымыз бар. Айша анамыз, Хадиша анамыз, Фатима анамыз деген секілді. И бұл кісілердің әрқайсысын жеке-жеке ашып қарайтын болсақ, әрқайсысының тұнып тұрған өзінің табиғи болмыстарын ашып көруге болады. Мысалы үшін Хадиша анамыз өте сондай білімді, ақылды және де ислам дініне, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қалай уахи келіп бастады, қалай пайғамбарлық келіп бастады, сол кезден бастап бүкіл ақпаратты енді біліп отыр ғой, қасында әйелі болған үшін. И сол білімдердің барлығын басқа әйелдерге де таныту арқылы, беру арқылы ол кісі сол ислам дініне үлкен қызмет көрсетті. И бұл кісінің тағы да бір үлкен плюсы, бұл кісі өте үлкен кәсіпкер болды. И сол кәсіпкерлікті ешқандай да жаңағыдай бұл әйелге тән дүние емес, кәсіпкерлікпен әйел айналыспау керек, үйде отыру керек, бала шағадан артпау керек деген дүние болған жоқ. Кәдімгідей үлкен, қазіргі тілмен айтқан кезде, қазіргі мен деген кәсіпкерлердің үлкен бір байлығымен, сондай бір байлықтың үстінде отырған әйел болды. Мысалы үшін Айша анамыз өте білімді әйел болды. Ислам дінінде шегі жоқ кәдімгідей білімділікті. И Фатима анамыз кәдімгі бізде бар ғой мынандай әйелдер, ондай кәсіпкерлікпен де біліммен де қатты айналысқысы келмейді, но бірақ үйдегі уютты сақтағысы келеді. Үйдегі бала шағаның, тәртіптің, тазалықтың, тамақтың деген секілді дүниесімен айналысқысы келетін. Яғни әйелдік фитраны бір ғана дүниеге тақап қоюға, тек қана үйде отыр, немесе тек қана көшеде кәсіпкерлікпен айналыс деп бөлуге болмайды. Но бірақ бір әйелдің бойында білімді де алуға, ол біліммен басқалармен бөлісуге де, және де кәсіпкерлікпен айналысуға да, және де ол кәсіпті басқаларға да беру арқылы, үйрету арқылы сол кәсіптің өркендеуіне қызмет етуге үлкен мүмкіндік бар. Және де бұл әйелдің табиғи, жаңағы сол үйдің, әйел кісіні айтамыз ғой, ошақ қасында жүрген әйел, бала шағаны туып, тәрбиесін беру деген дүние. Осының барлығы әйелдің фитрасына кіреді. Біздің яғни 4 қасиетті аналарымыздың бойынан қарастырған кезде әйелдің фитрасының шектеуі жоқ. Оның білім алуында да, кәсіпкерлікпен айналысуында да, үйдегі махаббатпен бір гармонияны сақтауда да ешқандай шектеу жоқ. Яғни фитра дегеніміз ол жалпы әйелдің болмысы, әйелдің табиғаты, әйел қалай бар, солай болуы. Фитра деген оның белгілі бір несі жоқ, бір картинкасы жоқ. Мысалы айтып жатады ғой, әйелдің фитрасы десе, көбісі ойлайды да, әйел деген ойбай нәзік болу керек, сызылып тұру керек деген сияқты. Ол қаншалықты дұрыс түсінік? Бізде, мысалы үшін айтуымыз мүмкін, егер әйелдің фитрасына бір ғана бір настройканы Аллах бізге салып қойғанда, тек қана осы жолмен жүресіңдер, осылай ғана тұрасыңдар деген бір сондай қалып болған кезде, ол наверное, ол изначально сондай болу керек еді ше. Жаңағыдай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі айтуы мүмкін еді, кәсіпкерлікпен айналыспаңдар, үйде отырыңдар, бала шаға бағыңдар, болды. Басқа ешқандай шаруаны жасамаңдар, болды деген секілді да. Бірақ енді бізде психология, ислам шеңберіндегі психология болғандықтан, біз по-любому ислам деңгейінде қарастырғандықтан айта кетейін осы нәрсені.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келгенге дейін енді неше түрлі азғындық өмір болды ғой. Мысалы үшін әйелдерді өте қорлау, әйелдерді төмен санау, қыз баласы дүниеге келсе оны кәдімгідей жерлеп тастай салу, тірідей көме салу дегенде өте азғындықтың шегіне жеткен уақыт болды. Бірақ қалай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірге келді, содан кейін барып әйелдің дәрежесі, әйелдің деңгейі, әйелдің статусына ешқандай шектеу қойған жоқ. Өйткені әйелдің білім алуына да жаңағыдай өзін дамытуына да ешқандай бір жерде шектеу жоқ та. Мысалы үшін Құранды ашып қарасаң да ешқандай жерде жазылмаған. Әйелдер үйде отырсын, болды, көшеге шықпасын. Бала туады, все, болды, сол баласына қарасын, есіктен шықпасын деген. Бірақ енді осындай түсінікте бар екен, осындай түсінікте жүрген адамдар да бар екен. Тіпті мен ойлаймын, бұл білімнің терең болмағандықтан деп ше. Өйткені Құранның өзінде, Иқра сүресінде оқы деп келді. Өйткені енді біз жаңағыдай бір қалыпқа түсіп алатын болсақ, өмірді қиындатып жібереміз. А егер ол қалыпқа түсу емес, наоборот, жаңағыдай сол просто Құранның настройкасымен, Құранның салып берген жолыменен жүретін болсақ, ол жерде просто айтып қойғанда оқы, яғни оқы деген нәрсе тек қана 1-класстан 11-классқа шейін білім аласың, болды, тоқтатасың деген дүние емес қой. Өмірлік сабақтың бәрін алып отырасың. Мысалы үшін ертең біз келін болған кезде келіндік өмірге дайындалу үшін арнайы сабақ алу керек. Балалы болсаң, сол балаға тәрбие беру үшін. Қазір бізде мысалы үшін жолдасымыз бар, иногда қарым-қатынаста түсінбеушілік болып жатады. И вот осы түсінбеушілікті түсіну үшін барып білім алу керек та. И вот осы кезде әйелдің қаншалықты білім деңгейі артқан сайын, оның жаңағы айтамыз ғой, біреулер айтуы мүмкін, енді қазіргі күнде әйелдер өте қатты құтырып кетті, білім алғыш, кәсіп жасағыш, өздерінше бәрі бір кәсіпкер, бизнесмен болып кетті дейді да. Негізі түптің түбінде еш жерде шектеу жазылмаған да, тек қана осылай отырсын деп. Әйелге бар мүмкіндік беріліп жатыр, білім алып жатса, и бұл жерде жаңағыдай бір өте тонкий граница бар. Әйел жаңағыдай өзінің нәпсісінің, рухы мен нәпсісінің ортасында кішкене шататься етпестен, сол білімдерді ала отырып, өзінің әйелдік фитрасы дегеніміз қалай? Ең басты мақсат бізде, әйелдік мақсаттың бірі ер азаматыңа итағат ету ғой енді. Сол итағат етпей, сол итағаттан шығып кетпей, аттап кетпей, жаңағыдай ақша тапқаннан кейін кішкене әйелдер не істеп бастайды ғой енді, нәпсінің 10 нәпсінің 9 әйелде болғаннан кейін, дүние тапқаннан кейін бізде болады, ондай сама собой болады. Өзім күн көре аламын, сенсіз де күн көре аламын, сенсіз де өзімді өзім асырай аламын, 4 баламды өзім бағаламын деген секілді дүниеге аттап кетпесе, вот сол кезде әйелдік фитрадан шықпай, ақшаны да табуға, үйдегі ұйытты сақтауға, күйеумен нормальный қарым-қатынаста өмір сүруге болады негізінде. Ол жерде айта кетсек, жаңа итағат деп айтып қалдыңыз да. Итағат деген не нәрсе, соны ашып айтып кетсек, чтобы аудиторияға түсінікті болу үшін. Итағат дегенді жаңағыдай қазіргі күнде Аллаға шүкір деймін, осы ислам психологиясының кеңінен тарап жатқанына, өйткені осы итағат деген дүниені біз кезінде басқаша түсіндік. Итағат деген сол, күйеуге қалай бар, солай құлшылық етесің. Яғни мынандай дүние бар да, әлі күнге дейін сондай келіншектер бар екен. Итағат дегенді күйеуіне бағыну болғанда да, күйеудің айтқанынан, мысалы үшін, қандай десем, енді өте тым қатал шектеулер бар, сол шектеулердің барлығына көнеді. Яғни как будто оның раббысы жоқ секілді да. Оған тек қана мынандай дүниеде ол именно сол әйелдерді мен ойлаймын, дүниеден өте түнеріп жасайды ше. Сол итағатты түсінбегендіктің бір несі. Неге? Өйткені өзін бір мынандай сезінеді. Мені Аллахым жаратты, и осындай бір тиран күйеудің алдына как будто бір андай қалағаныңды істе деп беріп қойған секілді, и ана күйеу мені қаласа бір күні ұрады, бір күні соғады, бір күні үйімнен қуып шығады, бір күні ішіп келеді, бір күні жаңағыдай баламды тартып алады деген секілді, или ажырасса алимент төлемей қояды деген секілді. Сондай ойда жүрген әйелдер бар, өте қатты үлкен стрессте жүрген әйелдер бар да. И бұл итағатты түсінбегендіктен болып тұр. Яғни маған Аллах күйеуді берді, мен оған итағат ет, сен жәннаттың кілті күйеуінің несінде деп айтты, разылығында деп айтты деп. Яғни бүкіл өздігінен кешу, бас кешу, өзін құнды деп санамау, Аллахтың алдында өзінің құнды екенін ұмытып кету, өзінің адам екенін ұмытып кету, өзінің даже Аллах тағала специально Ниса сүресінде, Мариям сүрелерінде әйелдеріңе жақсы қараңдар деп айтып қойды да. Бір емес, бірнеше сүрелерде келді. Сендердің ең жақсыларың әйелдеріңе жақсы қарағандарың деп қойды. Солардың барлығын ұмытып кеткен, или же вообще одан хабары жоқ, білім алмағандықтан мені Аллах осы күйеуге просто бір ана итке не тастайды ғой, ет тастайсың ғой, қалағаныңша шайнап же деген секілді. Солай лақтырып жіберген секілді өзін сезінеді. Есесіне Аллахқа ренжіп, мен не істедім Аллахым, мен мына өмірден бір рахаттанып өмір сүрген жоқпын, күйеумен бір рахаттанып өмір көрген жоқпын, менің өмірім осы, күнде таяқ жеймін, жаңағыдай күйеуім жатып алған, өзім барып базар істеймін, күнкөрістің қамы деген секілді
настолько Аллахқа ренжіп өмір сүріп жүр, жертва болып өмір сүріп жүрді. И бұл әйелдердің сол білім алмағандықтың есесінен итағатты дұрыс түсінбегендіктен ертең өзінен кейін өзінің ұрпақтарын, өзінің қыздарын сондай жертва қылып дайындап жатыр. Өмірге сондай жертва қыздарды алып келіп көну жатыр. керексің. Иә, көнесің. Өйткені еркектің бәрі мынандай не емес. Ертең бай ішеді, ұрады, соғады деген бар. Изменять етеді. Иә, изменять етеді. Ол табиғи нәрсе, сен кете бер, тұрмысқа шыға бересің. Біз де соны көрдік, сен де соны көресің деген нәрсе бар. А енді итағат деген нәрсе, сен бірінші жолдасыңнан бұрын сен Алланың алдында. Сені бірінші Аллах жаратты. Сені күйеу жаратып алған жоқ қой. Өзі жаратып алып, мен білгенімді істеймін, қалағанымды істеймін, қаласам измена жасаймын, қаласам ұрам, соғам деп жатқан жоқ қой. Бірінші мен жараттым деп тұр. Мен сені жараттым. Сен маған мен жайлы көбірек ақпарат ал, менімен связға шық, менімен көбірек тілдес, и пожалуйста, мен саған ары қарай сенің ниетіңе қарай, и ол кезде адамның ниеті де өзгеріп кететін сияқты шы. Біз жаңағыдай тупо өмір сүрген кезде бізге қандай жігіт келеді, ол ясно болады, потому что біз жаңағыдай ғой, бір өмірді бір ашып көрмеген секілді да, бір кішкентай ғана бір жолға түсіп алып көрген секілді. Когда біз білім алып уже Аллах тұрысында көбірек білім алған кезде, именно осы Аллах бізге әйелдердің дәрежесін көтеру үшін арнайы сүрелерді беріп қойған, түсіріп қойған, еще оны күйеуге қаратып айтып қойған, әйелдеріңе жақсы қараңдар деп. Сол нәрселерді білмегендіктен біз Аллахтың настолько құнды дүниесі екенімізді білмегендіктен біз күйеуіміздің алдында өзімізді құнсыздандырып жібереміз. Уже күйеудің алдында біз ешкім емес секілді да. Сол күйеуім разы болса ғана мен жәннатқа кіремін, болмаса жоқ деген сондай точкасын қойып. Разылық жаңағы жәннаттың кілтін күйеудің қолына беріп қоямыз. Разылығында деген секілді. А на самом деле бірінші ол итағат ету дегенде бірінші күйеудің де раббысы бар, оны да Аллах жаратты, ол да бір өзін жаратып алған бір не емес. Оны да Аллах жаратты, демек мені де Аллах жаратты, күйеуімді де Аллах жаратты. Демек мен бірінші Аллахқа бағынамын. Кейін Аллах маған қалай айтты? Күйеуіңнің жағдайын жаса, күйеуіңе бала туып бер, күйеуіңнің ыстық суығына қара, одан кейін біліміңді аш. Білімді ашу деген нәрсе тек қана бізде ойлайды шы, бір қиямет ағылшын тілін үйреніп алып шетелге көшіп кету, или бір бизнесті үйреніп алып басқа жақта бір Америкадан бір жаңа бизнес ашып кету емес. Бірінші біз Аллахты тануда, білім алуда, бірінші Аллахпен қарым қатынасымыз жайлы білім алуымыз керек. Сонда ғана бізде уже дұрыс направлениеға түсеміз ше. Уже Аллахтың алдында қандай құнды әйел екенімізді, ана Ниса сүресінде осылай айтып қойған, пайғамбарымыз әйелінің шашын өріп берген екен, пайғамбарымыз әйеліне өзі былай қолымен шай ұзатып берген екен деген секілді дүниелерді естіген кезде, и сол кезде сен өзің құнды екенін білесің. Сол кезде уже біз күйеудің алдында өзімізді тастап жібермейміз. Қатты күйеуге итағат етуім керек екен, осыдан басқа, осы разы болмаса жәннат жоқ маған деген дүниеге андай бір білім алмастықтан, просто так тупо бір тығырыққа тірелместен көбірек білім алу керек деп ойлаймын осы жақтан. Итағат деген сонда күйеуінің барлық нәрсесіне көну емес, Иә, өзіңнің құндылығыңды біле отырып, күйеуіңнің өзіңнің құндылығыңды көре білу, әйелдің, өйткені жәннаттың өзін әйелдің аяғының астында деп беріп қойды ғой. Біздің дәрежемізді Аллах соншалықты көтеріп қойған, бірақ көп әйелдер өзінің дәрежесін, өзінің құндылығын түсінбей жүр. Түсіріп тастаған. Итағат деп тек қана күйеуге бағыну ғана айтып отыр. Алланың разылығы үшін бірінші өзіңнің құнды, Аллахтың құнды әйел жаратылыс екеніңді біле отырып, күйеуіңе бағыну. Жақсы, керемет түсіндірдіңіз. Енді қараңызшы, Гүлза ханым, бағана айтып кеттіңіз ғой, кейбір әйелдер білім алады, кейбір әйелдер іскер болады, кейбір әйелдер бар да, мысалы, үйде отырған әйелдер ойлайды, мынау жұмыс істеп жатыр ғой, елдің бәрі дамып кетті ғой, мен бала шағамен үйде отырып қалдым деп өздерін жейді да, потенциалды ашу деген. Қалай ол? Bir тарапты ғана жүре ма, әлде әртүрлі сипаты бар ма? Негізі потенциал дегенді, потенциалды Аллах бәрімізге, әрбір мынау өмірге келіп жатыр ғой, күнделікті перзент, әрбір адамға берер екен. 100%. Мен осы нәрсені уже қазір осындай сабақтарды осылай не істеп алдым шы. Потенциалым жоқ, қолымнан дым келмейді, мен ештеңе жасай алмаймын деген нәрсені айтпаңдар. Өйткені потенциалды Аллахтың өзі 100% бәріңе беріп қойған. Ашпай жүрген сен ғана, сылтау іздеп жатқан сен ғана. Өйткені әйтеуір біреудің, менің қолымнан мысалы үшін осы психология саласында білім беру келсе, біреудің қолынан үйде отырып манты түйу келеді, и соны бизнеске айналдыру келеді. Біреудің қолынан бала оқыту келеді деген секілді да. Тағысын тағы өте көп. Бірақ егер менің қолымнан дым келмейді, мен қалай потенциалды ашам, ол потенциал деген не, оны не үшін ашуымыз керек дейтін болсаң, значит, саған
мына өмірдің құндылығы әлі ашылмаған. Сен мына өмірге келдің, тупо өмір сүресің. Бүгіндікке қарның тоқ, әйтеуір өмір сүрсем болды деген секілді өмір сүріп жатсың. Әйтеуір бір көр адам секілді өмір сүріп жатсың. Негізінде потенциал 100% еркекке де, әйелге де барлығына беріліп қойған. Егер соны ашпай жатсаң, өзің кінәлісің. Ашу үшін Аллах саған күнделікті мүмкіндік беріп жатыр. Біреуін рекламадан көресің, біреуін бір көршіңнен көресің, біреуін бір бастығың арқылы бір мүмкіндіктер келіп жатыр. Бірақ көрмей жатқан, көрсең де көрмегендікке алып жатқан, или мойындамай жатқан сен. Өйткені потенциалды ашу деген тек қана бір бағытта ғана ашу емес, әркімнің әртүрлі бағыты бар. И осы нәрседен ертең біз сұраламыз. Қазір үйінде, мысалы үшін, көп әйелдер айтады, мен декреттемін ғой, мен енді үйдемін ғой, не істейді, мен потенциал зачем маған дейді. Жоқ, сол үйде жатқан кезіңіз сіздің потенциалдың нағыз ашатын несі, пигі. Өйткені біз басқа жұмыс істеп жүрген кезде күнде 24/7 миымызда неше түрлі ана задачалар бар да жүре береміз. А баламен отырған кезде сенде уже болады уақыт. По-любому болады. Бізде көп адамдар декретте жаңағыдай бір не дейді, дорама көреді, сериал көреді, тикток көреді, тағысын тағы бір өсек айтады, әңгіме айтады. Жоқ. Осы кеткен уақытымыздың барлығынан Аллахтың алдында сұраламыз. Босқа кеткен уақыттан сұраламыз. Өйткені потенциалды ашпадық па, демек біздің уақытымыз босқа кетіп жатыр. Мен сериал көрсем, тикток көрсем, бір өсек айтсам, сағаттап отырып подружкаларыммен, демек мен осыдан сұраламын. Мен ғайбат үшін ертең жауап беремін. Ана босқа кеткен күшім үшін, энергиям үшін, көзімнің нұры үшін жауап беремін. Неге? Өйткені маған Аллах бұны беріп қойды, көзімнің нұрын. Бірақ мен оны просто так бір анау сериал үшін жұмсап жатырмын. И осы уақыттан, егер кішкене адам өзі тереңірек ойланса, уақыттың өзінің сұрауы бар. Барлық нәрсенің сұрауы бар. Ертең осы уақыттан қалай жауап береміз? Мен баламмен 3 жыл декретте отырдым деген кішкене не дүниеде. Просто так, қалай айтсам болады. Жаңағыдай ғой, босқа уақыттың кетуі. Енді потенциалды ашу үшін адам міндетті түрде бір гений болып кетуі, міндетті түрде бір әке шешесі бір ғұлама, бір ғалым болып шығуы міндетті емес. Ол кезінде біздің әке шешеміз мүмкін мүлдем ғылымға қатысы жоқ адам болуы мүмкін, бірақ ол нәрсені сізге ашуға мүмкіндік бар. Өйткені кезінде интернет болмаған, Wi-Fi болмаған, бір әйтеуір әке шешеміз қарапайым жұмыста жасаса, қазір бізге осы мүмкіндікті жаратып қойғанда, и осы мүмкіндіктен ертең сұраламыз да. Wi-Fi-дің беріп қойған, бүкіл телефонның беріп қойған үшін сұраламыз. И әйел кісі потенциалын ашпаған кезде өте көп азғындыққа беріліп бастайды. Өйткені тек ойлағаны күйеумен алысу, енемен алысу, еще ол күйеумен енемен алысқанда енді көп әйелдердің шамасы жетпейді ғой, енді күйеуді жеңіп кете алмайды, енені жеңіп кете алмайды. Бүкіл истерикасын, обидасын барлығын ана баладан алады, балаға береді, бүкіл ашудың бәрін соларға жұмсайды дағыны. Тек қана бір күпірлікпен өмір сүреді. Потенциалды ашпаған адам күпірлікпен өмір сүреді. Даже біреуді көріп тұрыпты, вот мынау ақша тауып жатыр, мына қыздар байып жатыр, білім алып жатыр. Бұның байы жақсы, значит. Бұның байы жайлы, енесі үндемейді, баласы жыламайды. 4 баласы өзімен өзі күн көріп, өзінің кашасын өзі жеп отыр деп ойлайды да. На самом деле ондай емес. Ол да сол арпалысып жатыр, баймен арпалысады. Неге? Өйткені біз байдың осы жерге келу үшін бүкіл байдың жағдайын жасап, тамағын, шайын, киімін, кететін жерін, обратно қайтып келгенде ішетін тамағын дайындап, кейін шығасын. Ана 4 балаңның бәрін дайындайсың, телефонмен отырып, мен келгенше мынаны ішіп жеп отырыңдар, мен келгенде аштан қалмаңдар деп бүкіл жағдайын жасап, енеңе алдын ала оған айтып, мен ертең кетейін деп баратырмыз, осынша сағат үйде болмаймын деген секілді бәрінің ортасында бәріне айтып, түсіндіріп, сөйтіп шығамыз. Ешкім потенциал, Аллах потенциалды беріп қойды екен деп, фук еткізіп потенциал киіледі, ене үндемейді, бай үндемейді, бала-шаға өзі ұйықтап, өзі тұрып, тамақ ішіп жатқан ешкім жоқ та. Бәріміз арпалысып жүріп жасап жатырмыз да. Демек, просто қыз-келіншектерге айтарым, потенциалды ашу үшін жаңағыда қиямет бір уақыт арнайы келмейді. Күшті сізді түсінетін ене болып қалмайды аяқ асты, или күйеуіңіз жаңағыдай, ой жаным, болды, кете бер, қалаған жағыңа кете бер деп рұқсат та беріп қоймайды. Ол үшін сізді жаңағыдай қарым-қатынасқа байланысты кішкене сабақтар оқисыз арасында. Білім аласың, енемен қарым-қатынас, баланы қалай бәрін нормально дұрыстап кету керек. Сөйтіп бәрін тілін тауып, жағдайын жасап, сөйтіп жұмыс жасап жүр қазір. Сіз де бізде міне сіздің өзіңіздің мен кішкентай бөпеңізбен жүргенге мен таң қаламын. Босанғанша жүріп, босанғаннан кейін баласын көтеріп жүріп жұмыс жасап жатқан қыздарға мен таң қаламын. И потенциалды ашу барлық әйелге керек. Хотя бы мен айтамын, өзің үшін болмаса балаң үшін аш деймін. Өйткені балаң ертең сен секілді просто так мына өмірдің ешқандай дәмін сезбесін, әйтеуір өмір сүріп жүрміз ғой деп өтіп кетпес үшін, сенің қызың білімді болу үшін, ақылды болу үшін сен кішкене білім ал. Егер өзіңе білімге ақша құюға ақша қимай жатсаң, кішкене ана қызыңа білімге ақша құй, оған бер.
өйткені ертең сен сияқты просто өмір бос қойып кетпесін. Мгм. Ертең Аллахтың алдында уақыттан сұралып отпасын. Мгм. Берілген потенциалды жұмсамастан, жақсылыққа, игілікке жұмсамастан, просто так әшейін құр босқа кино көру үшін кетіп қалған үшін сұралып отпасын деп ше. Мгм. И қазіргі күнде мен өзім ойлаймын, біздің беріп жатқан, алып жатқан білім, и берген жасығамыз ғой, беріп жатқан біліміміздің жаңағы 10 әйелге білім берсек, демек 10 әйел үйіндегі бір қыздан өзінің қызына білім беріп жатса, Мгм. демек біздің осы қоғамға пайдамыз тиіп жатыр. Тиіп жатыр. Иә. Енді потенциалын не үшін ашу керек әйелдер? Потенциалды сол уақытты босқа жібермес үшін, Мгм. күпірлікке кетіп қалмас үшін. Мгм. Жаңа айтып тұрмын ғой, уақыты босқа кеткен адам күпірлікке тез беріледі, Иә, иә. күйеуінен көп кір іздейді, ата енесіменен жаңағыдай қарым қатынасы, или же жаңағы мынандай нәпсінің несіне көп кетіп қалады қыздар. Жаңа не десем екен, кезінде бір болды бәрімізде ше, бір алтынға, дүниелік затқа, жарысуға ше, әйелдер енді 10 нәпсінің 9-ын көтеріп жүру оңай емес қой енді. Еркектер бір нәпсісін әйел үшін күш жұмсаса, біз тек қана ана үйдің әдемі болу керек, мебель әдемі болу керек, алтын алым керек, подружкам алтын алыпты, мен де алым керек. Ана подружкам үйін күшті мебельмен жасап қойыпты, мен де жасауым керек. Тек қана күпірлікке жұмсаймыз. Біз жарысуға жұмсаймыз. Әйелдер в основном жарысуға жұмсаймыз. Жаңағыдай бір подружкамыз әдемі машина алды ма, құрсын машина аламын, бітті машина аламын. Үйін әдемілеп сәндеді ма, үй аламын. Новый ЖК алып жатыр ма, мен де аламын. Баласын жаңа андай платный школаға беріп жатыр ма, болды, мен де беремін. Әйелдер азғындыққа, күпірлікке кетіп қаламыз. Либо енемізбен қырыламыз, либо баймен, либо ашу ызаның бәрін балаға жұмсаймыз, ана балалардың бәрін жазалаймыз. Ана күйеуден ала алмаған әлемді, енеден ала алмай қалған әлемді балаға жұмсаймыз, либо подружка, құрдастарменен жарысуға жұмсаймыз. Азғындыққа кетеміз. Демек, өзіңнің берілген күш қуатыңды игілікке жұмсау үшін сен потенциалыңды ашу керексің. Егер игілікке жұмсамасаң, ол уже минусқа қарай кетеді. Минусқа қарап кетеді. Өте көп күпірлікке, азғындыққа кетеді. Жақсы. Енді жаңа айттым ғой, кейбір әйелдер декретте өздерін жеп отыр. Мысалы, ал әйел адам потенциалын ана ретінде де, просто декретте отыр, әйел ретінде де аша алады ма осы жерде? Либо тек қана бизнеспен, жаңағындай бір жерден білім алып, білім берумен ғана айналысу керек па? Жоқ, конечно, бұл жерде әйел кісілер қазір мен уже былай қарап отырсам Инстаграмның өзінде, әйел кісілер өте жақсы бір блог жүргізіп бастағандар бар екен. Баланы қалай, просто питаниясының өзін дұрыстау керек. Баланы қалай питаниясын. Сондай кісілер бар екен, әйел кісілер. Үйді қалай айтсам болады, уборканы қалай жасау керек екен. Даже элементарный ана шкафтағы киімді қалай тақтау керек екен айтып отыр да. Тамақтарды қалай дәмді жасау керек. Қалай диетический тамақтарды, полезный тамақтарды жасау керек деген дүниенің өзімен айналысып отырып, енді біздің кішкене қазақ қоғамда мынандай дүние бар ғой, Инстаграмға шықса, о, мынау жетіскенде шығыпты деген секілді. Ой, мынауның қылатын тірлігі жоқ, Инстаграмға шығып күнде өзін көрсетеді. Ол өзімізде де болған кезінде мынау айналып келіп Инстаграмды ашып қалсаң осы шығады. Не істейді деген секілді. Ол сөз осыған дейін де болған, бұдан кейін де болады. Бірақ сіз бір ғана пайданы әйел кісілер ойлау керек. Хотя бы сол үйде балаңмен отырсаң да, жаңағыдай бір тамақты, күнделікті неше түрлі тамақ жасауды, диетический тамақ, балаға беретін диетический тамақтарды жасаудың өзі секілді қанша аналарға көмектесіп жатыр. Қанша адамдарға пайдалы болып жатыр да. Оны көрген аналар, мысалы үшін тура сол попа тамақты үйінде жасап жеуге болады, үйін қалай уборка жасауды, или же қалай дұрыс ұстауды, қалай айтатын ғой, шкафтағы киімді қалай тақтау деген теманы бір қыздан көрген кезде мен өзім таң қалдым сонышы. Артық затты алып тастап, керек затты былай қоясың, былай істейсің дегенде. Сондықтан сылтау іздемеген адамға мүмкіндік көп. Егер сылтау іздейтін адам болса, оған сылтау жетеді, күнделікті. Айтатын ғой, бай, ене, бала шағаның өзі жетеді. Жеткілікті ғой, что потенциалыңды ашпау үшін кінәлап тұру, соларға сыра салу деген сияқты. Соларға сыра салу. Енді қараңызшы, бағана айттық қой, мен өзім мысалы мынандай әйелмін да, үйде отыра алмаймын. Үйде отыра алмаймын мүлдем. Егер үйде отыратын болса, мен өзімді жеп кетемін. Маған жаңағындай үйде отырып, үйдің тірлігін істегенге қарағанда, далаға барып, жаңағы жұмыс істеп жүрген оңайырақ, былайынша айтқанда. Енді кейбір әйелдер бар, мысалы, үйде отырғаннан рахаттанамын дейді да. Сен қалай жүре бересің осылай деген сияқты. Осы туралы не айта аласыз? Осы нәрсені мен өзім, осы бірінші бізде енді общий психологияны оқыдық қой, классикалық психологияны, батыстың психологиясын оқып бастадым. Сол кезде мен өзіме өте көп қатты кінәлайтынмын өзімді. Неге мен басқа әйелдер сияқты үйде бір ана тамақ дайындап, тек қана тамақтардың түр-түрін жасап, ана заготовкалар жасап, бала қарап,
мен отыра алмаймын деп мен өзімді кінәлі сезінгенмін. Мгм. Неге? Өйткені сіз сияқты мен де шығып кете беремін. Жаңағыдай білім алам, сол білімді беру үшін жаңағыдай білімге жұмсаймын, адамға жұмсаймын. Ол адаммен жұмыс жасаймын, жеке жұмыс жасаймын барып. Еще ана бір онлайнда жұмыс жасағаннан гөрі барып офлайн жұмыс жасаған ұнайды ғой. Соның несінде Энергетикасы кайфы басқаша. барып сабақ бергім келеді. Тағы да бірдеңелер жасағым келеді. Әйтеуір сөйткім келеді да. Сөйтіп жаңа іштей кінәлі сезім көтеріледі ғой. Мен балама дұрыс қарамай жатырмын, үйіме дұрыс қарамай жатырмын, күйеуіме дұрыс қарамай жатырмын. Ойбай, осыдан енді олар маған сөйлейтін болды деген секілді. Жоқ, кейін қалай осы ислам шеңберіндегі психологияны үйреніп бастадық. Өзі бүкіл жауаптың бәрі осы ислам шеңберіндегі психологияда жатыр ше. И сол кезде мен түсіндім да. Жаңа әрбір аналарымыздың тарихын зерттеп бастаған кезде Хадиша анамызды көрген кезде оппа дедім, вот міне мынау мен дедім да. Өйткені әйелдік, жаңа айттық қой, әйелдік фитра деген бір қалып емес та, бір қалыпқа сыюың керек, болды, бітті, осыдан артып шықпайсың да кірмейсің да, болды деген нәрсе жоқ, стоп деген нәрсе жоқ. Өйткені бізді де Аллах жаратты ғой, бізге де осындай настройканы Аллах беріп тұр да. Мысалы үшін жаңағыда Фатима анамыз секілді үйде отыратын, үйдің уютын сақтайтын әйелдерге специально сондай настройканы басып қойған. Иә, олардың сондай көп галочкасы жанып тұр да. Олар сол үйдегі уютты сақтайды, жаңағыдай алдын ала неше түрлі тамақтар дайындап, холодильникке салып, пісіріп, жасап, бәрін баласының киімін үтіктеп отыр да. Біз ол шеңберге сыяйын десек, сыйыса алмай шығып кете береміз ғой. Кішкене сыйысып бастайсың, уже вгорать етіп бастайсың. Иә, как будто андай босқа өмірім өтіп жатқан сияқты. мына әлемге пайдаң жоқ сияқты, өзіңді деп ше, ешкім емес сияқты андай. Вроде бы жаңағы балаға да үлгересің, байға да үлгеріп жатсың, үйдің шаруасына үлгересің, и қалып кеткен уақытқа жаңа кино көрейін десең, анау татымайды. Мен білмеймін, неше жылдан бері сериал дегенді, кино дегенді көрмеппін да. Өйткені оған кеткен уақытқа мен жаңағы ана білімді ала саламын. Жаңа ұстаздар тамақ істеп жүріп, жаңа ұстаздың сабағын құлаққа сап қоясың. И то түсінбей қалған кезде обратно повторно қойып тыңдайсың ғой ананы. Істеп жүре бересің, есігің алдын сыпырасың, тазалайсың, бірақ ананы тыңдап жүресің. И соны кейін біреуге айтып жеткізген кезде ол рахат та. И сол кезде мен айтатынмын, мен что-то бірдеңені дұрыс жасамай жатырмын ба дегенде, жоқ. Осы Хадиша анамызды зерттеген кезде, и Айша анамызды зерттеген кезде уже түсіндім. Әр әйелдің фитрасы жаңағыдай табиғи болмысы, оны Аллахтың өзі оған арнайы беріп қойған настройкасы бар. Демек, бізге мысалы үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алғаш рет жаңағыдай оған уахи келіп бастаған кездегі бүкіл эмоциясын жаңа әйеліне айтып отырды ғой енді Хадиша анамыз. И Хадиша анамыз бүкіл ақпаратты, ислам шеңберінде ақпараттарды біліп отыр. Енді сол жерде мысалы үшін пайғамбарымыз ислам діні жайлы ер азаматтарға көбірек ақпарат беріп жатса, мына жақта бізде Хадиша анамыз әйел кісілер қауымына беріп отырды. Сол білім арқылы дәретті қалай алу керек екен, қалай таза жүру керек екен, қалай әйел мен еркек жаңағыдай қосылған, одан кейін жаңағыдай ғұсыл алу керек деген нәрсе бар. Сен балаңды дәретсіз емізбейсің деген нәрсе бар. Дегеннің бәрі тәртіп қой енді, күнделікті өмірдегі нәрсе. Бірақ ол ислам шеңберінде болып тұр. Сол нәрсе, сол білімді жаңағы 4 әйелге берді, 10, 15, 20 әйелге берді. Соны берген сайын әйелдер білімді болып бастамады ма? Әйелдер настолько тазалықты, настолько білімділікті, ислам деңгейінде деген нәрсені жаңағыдай ашық-шашық емес, кішкене жауып жүру керек екен түсінді ғой. Демек, әйелдерге пайдасы тиді. Жаңағы Хадиша анамыздың да. Ол егер сол білімді күйеуінен біліп отыр, бәрін естіп отыр, пайғамбарымыздан бүкіл нәрсені, ақпаратты біліп отырды, үйінде үндемей отырғанда мүмкін біздің әйелдер кішкене сауатсыздау болар. Ал сол пайғамбарымыздың әйелі, сүйікті әйелі, соны басқа әйелдерге айтып, соны ұқтыртып, Құраннан сол нәрсенің барлығын көрсетіп, дәлелімен көрсетіп отырғаннан кейін, біздің әйелдер, біздің мұсылман дінінде уже көп нәрсе, мынау болады, мынау болмайды, мынау дәретпен, мынау дәретсіз деген дүниені, намаздың қандай уақыт деген барлық тәртіп, тәрбие келді ғой. Демек, біз де сол нәрсені беруші жаңа Хадиша анамыз секілді әйелдерміз да. Мен соңында осылай өзімді қабылдадым. Гүлиза, сен Фатима анамыз секілді бола алмайсың. Үйдегі уютты сақтап, негізі келеді шамаң, жасайсың. Енді мен үйімде көмекші жоқ, тамағымды жасап беріп жатқан, баламды қарап жатқан. Жасаймын, бірақ бос артық қалған уақытты мен жаңағы білім беруге жұмсаймын. Өйткені Хадиша анамыз секілді тағы да қанша әйелге менің пайдам тиюі мүмкін. Мен сол арқылы Аллахтың алдында қызмет жасап жатырмын. Осы ислам дініне қызмет жасап жатырмын. Демек, оған өзімді өзім олай ұрыспаймын, өзімді өзім кінәламаймын деп, сөйтіп өзімді кішкене не істедім. И жаңағы осы инфобизнес саласында, осы білім беру саласында жүрген қыздарды мен баламен бірге жүріп, байымен, баламен жаңағы ата-ененің қолында тұрып жұмыс жасап жатқан қыздарды прям қатты сыйлаймын. Өйткені
молодец деймін сол нәрсені жасап Иә, жүргенде. оңай емес. Оңай емес, оның ауыртпашылығы кәдімгідей жүгі Екі есе. ауыр. Иә, жүгі ауыр, жауапкершілігі ауыр, бірақ соны жасап жүрген. Демек біздегі ниет Аллахқа қызмет ету болып Қызмет ету. тұр. Иә, Аллах разылығы үшін қызмет ету болып. Мынандай болып бастайды ғой, кезінде енді мен де солай ата енемен тұрдым, балаларыммен жұмыс істеп жүрдім. Сол кезде андай нәрсе шықты ғой, егер жұмыс істеп жүрсең, ақша тауып жүрсең, өз фитраңнан шығып еркек болып кеттің. Сол кезде андай ішіңнен самобичевание басталады, Иә. все, типа, мен еркек болып кеттім ба не деген сияқты ше. Иә, болды. Ол нәрсе бәріміздің басымыздан өтті ғой деймін да. Ол бәріміздің басымызды бір айландырып кетті. И бұл нәрсені де баста мен де кішкене андай басқаша қабылдағам, ойбай деп ше. Иә, жаман болып қою керек, все тоқтатамын деп. Қазір көп Бізден әйелдер сондай сөйтіп жүруі ақпарат- мүмкін да. кең таралды ғой жаңағыдай. Әйел көп ақша тапса, еркек істемей қояды, еркек жалқау болады, еркек үйтпейді, еркек бүйтпейді деген нәрсе. И бұл нәрсенің кәдімгідей әйелдер жаңағыдай ақша тауып бастағанымыздан кейін эгомызды көтерді. Мен ақша тауып жатырмын, иемдену басталды. Мен ақша тауып жатырмын, мен сенен көбірек тауып жатырмын. Сен сол мемлекеттік жұмыста, сен сол қалыпты бір деңгейдегі 300-400 мың табасың, а мен миллион тауып жатырмын Сен деген нәрсе. дамымадың. Иә, неге сен енді көтерілмейсің? Неге сен мен сияқты болмай жатсың деп ше, мен сияқты әрекет жаса, жыбырла, ақша тап деген нәрсе болды ғой бәрімізде. И осы кезде бәрін тоқтату керек па? А вдруг бәрін тоқтату керек шығар? Қызметтен бас тарту керек. Өйткені мен деген еркек болып кетіп жатырмын. Еркек сияқты ақша тауып, күйеуімнің алдына түсіп кетсем, Пахать етіп кеттім ойбай. иә, деп ана күйеуді төмен санап, өзімізді жоғары санап, артынан өзімізді құлап, выгораться етіп кәдімгідей. Сондай моменттер болды. Бірақ жаңа енді Аллаға шүкір, Аллах бәрін білуші ғой енді. Қай жерге келіп тупикке келіп тірелесің, сол жерден сол білімді береді. Сол арқылы негізі итағат етуді үйрендік қой негізі. Сол моменттерде білесіз ба, есіңізде болса? Иә, сол моменттерді білдік кішкене. Потому что жаңағыдай енді оңай емес ше, әйел кісілерге оңай емес деймін да. Мен айтамын, ер кісілер бірақ нәпсімен алса да әйтеуір бір әйел қарап қоймау. Біз деген 9 нәпсі, оңай ма 9 нәпсіні көтеріп жүру деймін да. Ана подружкаңды көресің, алтын бриллиант таққан, оны алғың келеді. Үй алмастырып жатқан, жаңа үй алып жатқанды көрсең, оны алғың келеді. Бәріне жармасасың деймін да, оңай емес. И бізден андай нәрсе ғой. Оның арасында бір жағы күйеуіңнің разылығын алғың келеді. Ол да бар, бәрі андай жағаласқан кезде ше, кәдімгі мен қайда кетіп баратым деген нәрсе болады да. Бірақ бір не істейтінім, мен айтамын, Аллах настолько шебер, бізге қай жерге тупикке келіп тірелдік, нәпсіміздің қалауымен, жаңа нәпсіміз айтады ғой, мысалы үшін, қара сен күйеуің жатыр, сенің күйеуің 300-400 мың табады, а сен миллион тауып жатсың. Сонда ол не істеп жатыр, тұрмай ма, жасамай ма деп ше. Ана ненің ақшасын сен төледің, үйге мебельді сен алдың, сен бүйттің, сен сөйттің. Настолько эгомызды көтерген кезде уже бүйтіп шығамыз ғой, бүйтіп қайқайып ше. Білесің ба негізі ше, мен жасадым деп ше, уже білімді иемденеміз бірінші очередьте, одан кейін ризықты иемденеміз деген секілді. И сол уақытта мен өзімде де сондай нәрсе болды. Сөйтіп иемденіп бастаған кезде, анау бірінші Аллах айтады ғой, менің разылығым үшін менің жолымда қызмет етемін деген адамдарға аяғың астына періштелердің қанатын жазып қоямын дейді екен да. И мен өзім ойлаймын да, одан алдым біз айына 300-400 мың қанағат, шүкір деп жүрген адам, біз қалай осы Алланың разылығы үшін білім алып, сол білімді береміз деп келдік. И бізде былай резко көтерілу болды ше. Кәдімгідей көтерілу. Клиенттер өзі келеді, ақшаны өзі береді, білім бересің, ақшасын төлейді, кете береді. И осылай кәдімгідей Аллах өзінің айтқан уәдесінде тұрды. Кәдімгі сені құлап қалмасын, жығылып қалмасын деп періштенің қанатын біздің аяғымыз астына қойып қойған, біз ұшып бардық тағыны былай кәдімгі. Бірақ нәпсіміз енді бүйтіп кішкене өзінше болады ғой. Сен байың жасамайды, вот сен жасап жатсың, бәріне сен жүгіріп жатсың деген нәрсеге. Солай айтып, солай эгомыз көтеріліп, қайқайып бастаған кезде уже ризықтан қағылып бастаймыз. Келіп жатқан білім тоқтап бастайды. Еще білім түсініксіз болып бастай ма бірдеңе ше. Оқысаң да біреуге жеткізе алмайтын дәрежеде, ұқпай қалатын дәреже болар екен да. Тыңдай алмай сол адамдарды. Иә, сөйтіп қаласың, даже сол ұстаздарды біраз уақытқа дейін ашпай жүретін уақыт болар екен. Мен айтамын да, бұл да Алланың шеберлігі деймін да. Значит, бізді көрді ғой деймін да, нәпсіге жеңіліп қала беретінімізді, нәпсі жайлы көбірек сабақ алмағанымызды, нәпсіні танымағанымыздан, андай бұны қанша көтерсем де бір жерге барып нәпсісінен таяғы жеп топ ете қалар екен ғой. Бұл айналасындағы бәрін қырып жояр екен ғой. Мен тауып жатырмын, мен істеп жатырмын, менің арқамда деген нәрсе бар ғой. Сөйтіп бастайды екен ғой бұл деп, ризықтан, білімнен бәрін қысқартып жаймен өзің сабаңа түсірер екен деймін да. Неге? Өйткені жаңа әйел опасный деп жатқан 9 нәпсінің біреуі алып кетеді по-любому бізді. Енді оны да Аллах бізге біліп беріп тұр ғой, енді жайдан жай беріп тұрған жоқ. И сол кезде мен айтамын, значит,
Аллах біліп тұр. Егер мынаны қазір тағы да ақша берсем, тағы да бұның жолын жүрістіріп сәттілікті беріп тұрсам, мынау ана ненің нәпсінің несіне пигіне жетіп, нәпсісімен дос болып бітті, кейін мынау қирайды, мынау күпірлікке кетеді. Бізде бір әйелдердің ең үлкен бір фишкасы андай ғой, ақша тапқан кезде ажырасып кетем, бітті болды, өзім тауып аламын, баламды өзім бағып аламын, өзім үй алып аламын, өзім жағдайым жасап аламын, сенсіз де өмір сүре аламын деген нәрсе шығады ғой. Вот Аллах бізді сөйтіп ажырасып кетпес үшін, сөйтіп күпірлікке кетіп қалмас үшін, сондай күнәлі жұмыстарға кетіп қалмас үшін обратно бізді қайтадан бүйтіп ана арқанмен тартады, и біз қайтадан сабамызға түсеміз. Қарасақ күйеуіміз алдымызда, күйеудің ақшасына күн көріп жатсың қайтадан. Кезінде тауып жүрген ақшаң уже сенің азайып қалған, күйеуіңнен ақша сұрап көшеге шығасың, и сол кезде ойбай Аллахым кешірші, тәубеңе түсіп, тәубеңді жасап, жақсылап тұрып, ана тахаджудке қайта тұрып, көзіңнің жасын сығып, ниетіңді түзеп, қайтадан ниетті түзеп, одан кейін қайтадан шығамыз ғой. Иә, ешқашан кеш емес екен да, иә, демек бізде мысалы көбісі бір күшті масштабтарға шығады, жетістіктерге жетеді. Енді сөйтіп бағанағындай этаптар басталады, турбулентность қой, в любом случае бір этаптан өту керексің ғой, сол этаптан. Сол кезде келгенде все, мен жолым болмай қалған, я неудачница, енді мен қайтадан көрмеуім керек деп отырып қалады да. Мен осы нәрсені бұдан алдын ислам шеңберіндегі психологияны зерттеуден бұрын батыс психологиясын оқыдық қой. Сол кезде сондай болатын еді. Выгоранияға қатты кіріп кетесің, и көп адамдарды байқағаным, қатты кіріп кеткеннен барлық нәрсесін тастап кетеді, жасап жүрген жұмысын тастайды, бітті болды, мен құладым, бітті, осы жерден тоқтаймын деген секілді. А вот именно осы білімдерді, ислам шеңбердегі білімдерді алып жүрген кезде, жоқ, құлаудың да дәмін сезініп, и құлау ол нормальный нәрсе. Тәубеңді жасайсың, қайта тұрасың. Аллах саған всегда есігін ашып қойған. Тәубе жасау кеш емес, қашан келсең мен сені кешірем деп қойған. И сол нәрсеге әйел кісі болсын, ер кісі болсын, всегда құлаудан бұрын тұруға деген ана құлшыныс болу керек деп ойлаймын. Тұрамын, қайта жасай беремін. Аллах маған ризығын үзіп қойған жоқ. Просто мен ана нәпсімнің жетегінде кетіп, кішкене ана жерге барған кезде мен жасадым, если что менің артымда күн көріп жатсыңдар деп өзім тайып кеттім деген нәрсеменен қайтадан сабамызға түсеміз да. Иә, солай сабасына түспесе түспейтіндер болады. Енді қараңызшы, кейбіреулер мысалы плавно кете береді ғой, нормально. Олардың айырмашылығы неде? Сол бағанағы құлап қалып жатқандардан. Осы нәрсені жаңа шәкірттерім де айтады да, мысалы үшін дейді, біз енді ислам діні деп айтамыз, бірақ кәпірлер де жүр ғой, бай, кәдімгідей енді шиковать етіп жүргендер бар ғой дейді да. Айтамын, Аллах ризықты тек қана мұсылмандарға беремін, кәпірге бермеймін, или тек қана намаз оқитынға ғана беремін, намаз оқымайтынға бермеймін демейді екен. Бәріне береді. Бірақ сен әрекетіңе жараса ала бересің. Сен әрекет жасап жатсың ба, тынбай еңбек етіп жатсың ба, сенің ризығыңды бере береді, үзбейді. Просто именно біздің басқалардан бір ажыралып тұратын неміз, біз мына тек қана осы дүниеде ғана бай болып, Мальдивті көріп, шетелді көріп, Турцияда демалып, балдарымызды күшті оқытып, шиковать етіп, қос үй алып, өмір сүру үшін келмегенбіз ғой. Біз ана ақыретті да ойлаймыз. Біз әрбір жасаған ісімізде ертең ана жаққа да бір сауапты амалдар, ертең ана жақта үлкен бір қоржын жинап баруымыз керек қой, бүйтіп үлкен сауапты амалдармен баруымыз керек. Сол үшін ғана біз тек қана ойлайтынымыз жаңағыдай, мына өмірде де табысты болу, и дальше ары қарап арғы өмірде де қоржынымызға үлкен сауапты. Яғни біреуден ақысын жұлып алу, ұрлап алу, біреуге жаңағыдай жылатып тұрып, ақшасын бермей қойып, жаңағыдай не істеп кету, олай да баюға болады да. Мысалы үшін біреудің ақысын берместен, біреуді алдап кетіп, біреудің бизнеске партнер қылып шақырып алып, ақша түскен кезде оны лақтырып кетіп, олай да баю беруге болады. Олай да байып жатқандар бар. Дүниесі асып, тасып, шалқақтап жүргендер бар. Бірақ енді біздің мақсатымыз ол емес қой. Біздікі адалынан артық біреудің ақысына кірместен, ертең ана өмірге де қоржынымызды дайындауды, мына өмірде ғана кайфовать ету емес. Сондықтан бұл өмірде баюға ешкімге кедергі жоқ, әрекет жасаған еңбегінің ақысын ала береді. Тек қана жаңағыдай біз арғы өмір екі жақты да салыстырып отырамыз, арғы өмірге де қоржынға сауап жинап. Мына жақта енді қазір намаз оқымаса да, басқа қылмаса да әрекеті үшін сыйақы алып жатқандар бар, бірақ енді біз оны нақты білмейміз. Ол адалынан ба, біреуді ұрып соғып алып жатыр ма, ұрлап алып жатыр ма деген секілді. Жақсы, енді қараңызшы, бағана потенциал деп айтып жатырмыз да, енді сол потенциалды қалай масштабировать етуге болады? Масштабтарға прям ашып, үлкейтіп деген сияқты. Иә, білімді негізі өзімізде де болады ғой, білімді алып, білім алмай қойсаң да,
бір орында тұрып қаласың. Бір орында тұрып қалды деген сөз ана тұрып қалған су қалай сасып кетеді, сол секілді бір орында тұрып қалған дүниенің андай постоянно движениеде болмаса уже қиын ана дүние. Сондықтан мен ойлаймын, кез келген адам өзінің білімін всегда бір шаг алдыға мақсат қойып отыру керек. Мен мына білімді алдым, осымен қазір жұмыс жасап жатырмын практикада, енді мен келесі білім деңгейге өту керек, яғни масштабқа шыға беруім керек. Неге? Өйткені кез келген адам бір ғана шеңберде тұрса, сол шеңберден аспағандықтан оның білім деңгейі одан аспайды. Енді когда біз жаңағыдай ұстаздарымыз бар ғой, мысалы үшін міне ертең форум жасап жатырмыз, ол форумда әрбір сұраққа жауап беретін нелер келіп отыр, спикерлер келіп отыр. Ол ақшаға қатысты болсын, ол семьяға қатысты болсын, қарым-қатынас, ол сенің бизнестегі масштаб, ол сен даже бизнесте қалай сен құлайсың, енді оның қалай тұру керек, соған да жауап бар да. И бүкіл кез келген сұрағын, ислам деңгейінде рухани даму қалай болады, ислам деңгейінде даму қандай болады, барлық сұрақтың жауап беріліп отыр да. Вот осындай форумдарға келу керек, білім алу керек. Мейлі сіз ол бұған мен арнайы психолог емеспін ғой, или басқа емеспін ғой. Жоқ, адам арнайы бір дипломы бар психолог болуы, или бір магистратураны бітіріп тастаған бір маман болып келуі шарт емес. Сол үйде отырған анада осы жерге келсе, біраз сұрақтарын алады. Өйткені бұл жердің форумның өзінде мен ойлаймын, нағыз масштабқа шығаратын форум болып жатыр. Өйткені бұл форумда кез келген ризық болсын, қарым-қатынас болсын, денсаулық болсын, баламен қарым-қатынас, масштаб барлығы беріліп тұр да. Бүкілін бәрін аузына шайнап, салып, беріп, көрсетіп беріп отыр. Оның ішінде қанша тағынан проработка, терапиялар кетеді деген дүние ғой. И бұл нәрсені мен айтар масштабқа шығу үшін арнайы бір миллион или миллиард ақша төлеп бір жерге бару емес. Просто элементарный осындай бір форумдар болсын, осындай бір нелер болсын, семинарлар болсын, осындайларға келу арқылы өзіңнің, тіпті да сондай дүниелер бар. Кезінде мен психология келу үшін бірінші психология келем демегем, бірінші семинарларға барып көргем. Осындай бір ұстаздардың білімдерін алу үшін общий барып тыңдап отырып, өзіңде құлшыныс пайда болады, өзіңде бір қызығушылық пайда болады. И даже өзің потенциалың қандай екенін сол жерде кәдімгідей не істейді, ашылады. Ол жерде еще мынандай болады ғой, психологтың алдына барған кезде сен жеке отырасың ғой, и как будто сенің проблемаң сол біліп қоятын сияқты болып отырасың да. Ал ана көпшіліктің ортасында уже сен өзіңе мән бермейсің, өзіңнің проблемаңа мән бермейсің. Андай көпшілікке айтып жатқаннан кейін барлығына айтылып жатыр да. И не только я, у всех так екен ғой деген нәрсені түсінесің. Андай жерде мысалы жүресің ғой, менде ғана масштаб жоқ, менде ғана ақша жоқ, менде ғана проблемы с мужем, менде ғана проблемы с детьми, менде ғана өзіммен проблема, мен ғана нашар құлмын деген сияқты. Кезінде осылай ойладық қой өзіміз. Мен ғана түнеріп жүр екем, менде ғана жолым болмайды, мен ғана күйеуіммен дұрыс емеспін, енеммен дұрыс емес. На самом деле ондай әйелдер, қыз-келіншектер өте көп. И осындай форумдарға, осындай нелерге келген кезде, семинарларға уже сен көресің, бір волнада жалғыз емессің. Сен сияқты қаншама әйел бар, и олардың да ниеті сен сияқты даму, алға қарап жылжу, әйтеуір бір проблемасын шешу да. Мен сол импульс 2-ні жасап жатқан кезде ғой деймін, аяғым ауыр, срок жақындап қалған, где-то бір 10 күннен кейін босанам негізі. 10 күннен кейін босандым ғой, шынымен де ше. Сөйтіп қорқам ғой, қорқып жүрмін. И мен ойлағам ғой, мен жалғыз өзім қорқам, хотя 3-ші баланы босайын деп жатырмын, жалғыз өзім қорқам деп ойлағам. Сөйтіп сол жерде бізде Эльмира Кударова қонақ болып келді. Ол кісінің 7 баласы бар ғой. И мен айтам да, мен капец как қорқып жатырмын дей беремін ғой. Сосын барлығымыз отырмыз, Балқия әпке отыр, мен сосын айтады, неге қорқасың деген сияқты. Сөйтсем, сен ғана қорықпайсың. Каждый раз біз де қорқамыз деген сияқты айтады. Оказывается, мен жалғыз өзім қорқамын деген сол кезде түсіндіріп берді. Как будто бәрі дайын күшті болып келген, бір ғана мен ғана деген сияқты. Сол үшін сондай форумдарда наоборот әркім өзінің андай сұрағының сол сұрақпен жалғыз емес екенін түсінеді да. Мысалы біреу сұрақ қояды, и сен өзің сұрағың жауабын аласың деген сияқты ғой. Басқа біреу арқылы өзіңнің проблемаңды шешіп кетесің. Сондай бір керемет негізі нетворкинг құратын да. Мүмкіндік негізі бұндай дүниелер ше. И жиі болу керек деп ойлаймын. И әйелдер қауымына, мысалы үшін өте қолжетімді ғой мынаушы. Қолжетімді. Өте қолжетімді. И ұстаздар, настолько мықты ұстаздар бар, и спикерлер өте көп, бірақ өте қолжетімді мүмкіндікті нағыз әйелдерге. Мысалы үшін декретте отырған аналарға да ол ондай бір қиындық тудырады деп ойлаймын. Кәдімгі рухани білімді алып, тойып кететін да, ішіңдегі аштықты, бостықты толтыратын форум болады, иншалла. Бұл жақта жаңа спикерлер таңдаған кезде біз айтылды да, міндетті түрде сіз практика, терапия жасату керексіз. Өзіңіздің жинаған біліміңіздің практикасымен бөлісу керексіз. Только теориямен емес деген сияқты ше. Сол себепті бұл жаққа келетін адам уайымдамай, қорықпай келе берсе болады. Әр
спикер өзінің саласының маманы, өзінің саласында жеткен жетістігінің практикасымен міндетті түрде бөліседі иншалла. Маған тағы да бір ұнаған дүние бұл жерде, енді кез келген адамда білім бар болуы мүмкін, ол қабілетті аша алуы мүмкін, ол қабілетті жеткізе алуы мүмкін, бірақ енді бізде кішкене маркетинг деген дүние бар ғой. Өйткені сен бір адамға айтқан білімді сен маркетинг арқылы сен 10 адамға, 100 адамға жеткізуге мүмкіндік бар. Мысалы үшін сен үйіңде отырып бір адаммен сөйлестің не, 100 адамға білім бердің не деген секілді. Ол үшін кезінде міне өзіміз осы маркетингті түсіну үшін, оқу үшін, білу үшін кәдімгідей миллиондап ақша төлеп, миллиондап продюсер жалдап, әрбір маманға ақшасын төлеп, кәдімгідей осы білімді үйретіңдер, маған көрсетіңдер. Мен қалай масштабқа шығам? 10 адаммен емес, 100 адаммен жұмыс жасағым келеді. Адамдарға білім бергім келеді. Осы кез келген, ол білім саласы болсын, басқа бизнес саласы болсын, осы қабілетімді көпшілікке бергім келеді деген кезде енді біз айналып келгенде осы маркетингті, осы білімдерді меңгеруіміз керек қой. И осы кезде біз миллиондап ақша төлеп оқыдық, үйрендік қой. Но бірақ қазір мен айтар едім, осы қазір қандай да білім, бойында білімі бар, қабілеті бар, осы біліммен тіпті айналысып жүрген кәсіпкерлер, коучтар, психологтар, кез келген эксперттер болсын, сол кісілердің осы форумға келу арқылы бұл жерде өте мықты, именно осы маркетинг саласында, именно осы маркетинг саласының бүкіл қалай құлап, қалай тұрып, қалай оны қайта ретке келтіру, қалай минустан шығу, қалай оның барлығын, минусқа кірмей барлығын әдемі жүйелі стратегиямен алып өту деген дүниелердің барлығын кәдімгі точкасын қойып үйретеді. Ол мамандардың бәрін білемін. Өйткені кезінде ол кісілерден өзіміз көмек сұрағанбыз, кезінде білім алғанбыз ол кісілерден. Бірақ қазір мен өзім айтам, 3 күн таңнан кешке дейін қалай да мен сол жерде отырамын деп шын. Өйткені ана білімдерді кезінде біз сатып алғанбыз. Жеке консультациясын бәленбай мыңға сатып алғанбыз, 1 сағаттық консультациясын. А қазір мүмкіндік бар, таңнан кешке дейін ол кісілер бүкіл стратегияны қалай жүріп өту керек жолды нольдан бастап, тугис арқылы А точкаңнан Б точкаңа қалай жетесің, соның барлығын сызып көрсетеді. Кімде қандай проблема бар, моментально сол жердегі бүкіл шешімін береді. И сондықтан бұл жерде мен айтарым, полностью бір адамның бойындағы бүкіл сұраққа жауап берілетін форум болып тұр ғой. Мынандай ғой, мысалы маркетингте кіші чекке қалай сатасың деген сұрақ болса, соған жүгірдік қой кезінде. Үлкен чекке қалайсың, соған жүгірдік. Сенің продуктың дұрыс емес, оған жүгірдік. Бұл жақта біз солай Аллахтың қалауымен команданы да, продукты да, үлкен чекті де, кіші чекті де, ішкі состояниені де барлығын шешіп кететіндей сондай маркетингтің да құралдарын әкеп қойдық қой. Сол нәрседі шынында да сондай болды ғой. Әрбір дүниеге жеке-жеке ақша төлеп сабақ алдық, жеке-жеке консультациясын алдық, жеке-жеке біліміне, несіне бардық қой, кәдімгідей менторствосына барып білім алдық. Бірақ қазір соның барлығын общий бір неге қайтсам болады, сол білімнің барлығын бір отырғанда бірақ жеткізетіндей, сол сұрақтарыңды бірақ жауап тастайтындай бүкіл мамандар келіп отыр да уже. Бұл жолғы форумның ерекшелігі бар. Бір ерекшелігі алдыңғы форумдарға қарағанда, бұл жолы біз қаржылай сауаттылық бойынша эксперт қостық та. Бәріміздің неміз болған, проблемамыз болған. Өйткені адам жұмыс істейді, ақша табады, бірақ ақшаң в никуда кетіп қала береді. Мысалы, мен өзім басымнан өтті, сөйтіп мен ақша таптым ғой, ол ақшаны мен бекер жұмсап қойдым, дұрыс емес кетті деп выгорать етіп жатқан кездер болды да. Бұл жолы исламдағы қаржылай мәдениет туралы қалай дұрыс жұмсау керек, қалай дұрыс сақтау керек, қалай дұрыс көбейту керек, соның барлығын жалпы тапқан ақшаңды бөліп маркетингке қанша, мынаған қанша деген нәрселерді айтатын спикерді біз әкелген болатынбыз иншалла. Форумда сіз қатысушыларға қандай тақырыптар бересіз, және де қатысушылар сіздің сабағыңыздан кейін қандай нәтижемен кетеді? Алла қаласа бұл форумда біз әйелдердің фитрасын түбегейлі толыққанда ашатын боламыз. Енді көп әйелдер жаңағыдай ғой, өзін кінәлап жүрген болуы мүмкін, өзін бір ешкім емес сезініп жүрген болуы мүмкін, мен қолымнан дым келмейді деген секілді. Барынша ол әйелдерді ашатын боламыз, және де ол әйелдер өзінің фитрасын танып, өзінің потенциалын ашып, арнайы сол потенциалды ашу жолдарын, стратегиясын түсіндіріп өтемін. И ары қарай ашқаннан кейін көп тайып кетулер болды ғой бізде. Ақшаны тауып жүріп, бірден не істеп кетеміз. Ақшаның буына кішкене не істеп елітіп қаламыз деген секілді дүниелер болды ғой. Вот осы кезде күйеуден көп тауып кеттім ба, күйеуімнен озып кеттім ба деген секілді неше түрлі күйеумен болып жатқан қарым-қатынастар түсініксіз болып бастаған кездегі проблеманың нақты әйел мен еркектің арасындағы қарым-қатынасты и масштабтағы әйелдің күйеуден көп ақша тауып кеттім, болды тоқтатуым керек деген нәрсе емес. Дальше ары қарап спокойно ақшаны да тауып, балаға да қарап, күйеумен де нормальный гармонияда өмір сүріп, былайша айтқан кезде бақытты бай әйел болу формуласын көрсететін боламыз. И бұл жерде кез келген әйел
бизнесте жүрсе де, ақша тауып жүрсе де, кәсіпте жүрсе де, білім саласында жүрсе де, ешқандай өзін кінәламай, ешқандай өзін бір құнсыздандырмай, ақшаны да таба алады, бақытты да бола алады, и жаңағыдай отбасындағы уютты сақтай отырып, былайша айтқан кезде мынау выгоранияға түспестен спокойно әдемі өмір сүруге болатынын максимально ашуға тырысамыз. И бұл жерде тағы да бір несі, әйелдерге осы форумға келетін барша жандарға арнайы бір терапия жасайтын боламыз. Өйткені бұл терапиясыз болмайды деп ойлаймын. Өйткені кез келген адамның миында сол белгілі бір установкалар кішкене тежеп тұрады, кішкене тармайыс еткізіп тұрады. Сол нені алып тастау үшін арнайы сол форумның өзінде өте қазір құнын 200 мыңнан сатып жүрген жаңағыдай терапияның өзін просто так сол жерде жасап беретін боламын. Машаллах, өзім де қатысатын боламын сіздің сабағыңызға. Бүгінгі бөліскен білімдеріңізге көп рахмет. Баршаларына, көріп отырған баршаларыңызға өте хайырлы, пайдалы білім болсын дегім келеді. Ал енді импульс форумы Алматы қаласында мамыр айының 14, 15, 16 күндері өтетін болады. Бүкіл Қазақстан бойынша онлайн тіркелуге болады. Алматы қаласына келіп офлайн қатысуға болады. Қазір тіркелуге осы экранның бетіне менеджердің номері шығатын болады. Сонда жазып өз орындарыңызды алсаңыздар болады. Орын саны шектеулі. Осы подкастты соңына дейін көріп, оны өзінің сторисында бөлісіп, мені және де осы форумның аккаунтын белгілеп кеткен жандарға Алла қаласа құны 100 000 теңге тұратын потенциал атты телеграм каналымды тегін беретін боламын. Ол жерде сіз потенциалыңызды ашуға не кедергі болып жатыр, және де оны қалай ашу керек, және де оны қалай алдағы уақытта жұмыс жасаймыз, барлығын толыққанды түсіндірген болатынмын. Алла қаласа сол тегін каналды алу үшін міндетті түрде мені белгілеп кетіңіздер. Гүлза ханым, сізге көп рахмет. Бүгінгі келіп осындай пайдалы, сондай құнды білімдеріңізбен бөліскенге. Баршаларыңызға хайырлы, берекелі білім болсын дегім келеді.